Ассалаумағалейкум құрметті достар. Қытайдан келген кезекті тапсырыс. Бұл тапсырыс JD.ru сайтынан келген. Міне смартфонымыздың өзі Meizu Note 5 смартфоны. 5,5 дюймдық смартфон. Дизайны жаман емес, мінекей. Әдемі десе болады. Салмақты. Біраз салмағы бар өзінің. Әзірге қосыла берсін. Комплектісінде не бар екенін көріп жіберейік. Мінекей мына жерде скрепкасы. Мінекей мынау гарантийный талон Қытай тілінде. Мінекей мынау Quick Start бәрі Қытай тілінде. Және мінекей мына жерде USB Type-C емес, микро USB екен, қарапайым. Бірақ мінекей кабелі өте қалың. Соған қарағанда жылдам зарядқа қолайтын болу керек. 12 вольт, 2 ампер. Блок питаниясының түрінен ақ көріп тұр, өте үлкен. Салмағын тексеретін болсақ, мінекей 180 грамм. Яғни бір салмақты деген сөз. Гибридті слот. Мына жерде 2 нано сим карта, не болмаса бір сим карта және бір SD, микро SD картасын салуға болады, флешкасын. Мінекей қарап өтетін болсақ, айтарлықта ештеңе жоқ. Жоғары жағында мінекей микрофон, сол жағында мінекей сим карта, флешка салынатын слот, оң жағында дауыс реттегіш батырмасы және қосу батырмасы, төменгі жағында динамик, микро USB, микрофон және гарнитура салуға арналған ұяшық. Мінекей алдыңғы жағында 5,5 дюймдық экран, IPS экран болу керек. Мінекей төменгі жағында Meizu'лардың өздерінің M-Touch батырмасы. Бұл жерде сканері бар, жаңағы саусақ іздерін тексеретін, және жаңағы многофункциональный деді. Көп функционалды. Бұл дегеніміз Home батырмасы мен артқа батырмасы. 2 батырма осы бір батырманың ішіне орналастырылған. Артқы жағына келетін болсақ, мінекей корпусы толықтай металдан істелінген. Жоғарғы және төменгі жақтарында мінекей мынандай антеннаға арналған пластиктен жасалған сызықшалары бар. 13 мегапиксельдік камерасы, мінекей 2 түсті вспышкасы бар. Meizu'ның мінекей өзінің жазуы. Экраны мінекей мына жерде 2,5D әйнек, яғни мынандай ары бері свайп жасаған кезде қолға ыңғайлы деген сөз. Сборкасы өте мықты. Жалпы Meizu смартфондары өздерінің сборкалары жақсы болып келеді. Мінекей бізге тіл таңдауды ұсынып жатыр. Мінекей қазақ тілі бар екен тіпті. Қазақ тілін таңдап көрейік. Мінекей қазақ тілін таңдағанымыздан еш пайда жоқ. Көп жері орыс тілінде жазылған. Арасында кейбір жерлері ғана қалташам дейді. Аймақ. Кейбір жерлері ғана қазақшаға аударылған. Сондықтан тынышынан тыныш орыс тілін таңдай салған дұрыс. Мінекей модель Meizu M5 Note. Android 6.0 орнатылған. Flyme'ның версиясы 5.2 екен. Қазір 6-шы версиясы шығып жатыр. Уақыт болып жатса енді прошивка жасап көреміз. Бұл жерде достар айта кететіні, өзінің жадысы шатаспасам 32 гигабайт болу керек. 32 гигабайттығына тапсырыс берген болатынмын. Мінекей всего 29 гигабайт дейді, яғни 32 гигабайттық версиясы. Бұл жерде азу 3 гигабайт болу керек, ал процессоры шатаспасам Helio P10, жаңда энергоэффективный деп жатады. Сондай процессор болу керек. Аккумуляторы 4000 мА. 4000, не болмаса 4100, нақты есімде жоқ. Енді музыка жоқ екен мына жерде. Дауысын былай тексеріп көрейік. Мінекей дауысы тап-таза шығады. Егер 5 дюймдық мінекей OnePlus смартфонмен салыстыратын болсақ, мінекей көлемі осындай. OnePlus 5 дюймдық, но 5,5 дюймдық. Мінекей мұның ішінде жаңа легкий режим деген бар екен, жеңіл режим. Яғни осыны қосатын болсақ, бұл жаңаға апафон сияқты болады. Мінекей үлкен қарт кісілерге арналған, мінекей барлық түсінікті. Телефон дейді. Телефонның мінекей өте үлкен осындай кнопкалармен көрсетілген. Календар, будильник, камера, сурет көретін болса, мінекей басып өздері көре береді. Жазуларда үлкен, яғни бұл жаңағы үлкен қарт кісілерге арналған. Жалпы жаман емес негізі. Қазір мына камерасын тексеріп көрейік. Артында мінекей мына пленкасы тұр. Пленкасын алып тұрып түсірмесек, сурет сапасы дұрыс шықпай қалады. Неге камерасы енді оншалықты
жақсы деп айта алмаймын, керемет деп айта алмаймын, бірақ орташа. Енді мына жерде жарық нашар болып тұрғандықтан дұрыс түспейді. Мінекей ішінде уже барлығы орнатылған екен. Мінекей Play Market, Flyme A дейді, яғни бұл глобалды версиясы емес, А версиясы тек Play Market жеке қойылған. Енді бұл смартфон маған $120 айналды купонды қолданғанда. Енді жалпы өзінің бағасы шамамен, шатаспасам, қазір $170 шамасында болу керек, $160-170 болу керек. Мүмкін одан да төмендеген шығар енді қазір. Мен алған кезде сондай болып тұр. Негізі өзінің бағасына өте тұрарлық, жақсы смартфон. Неге былай ұстап көрген кезде де өзінің мысалға сапасы өте жақсы екені көрініп тұрады. Кез келген адамға ұялмай көрсетуге болады. Мінекей корпусы металдан жасалған, сборкасы өте жақсы, сапалы. Мінекей дисплейі де өте сапалы, мінекей Full HD 5.5 дюймдық. Жалпы Meizu'лардың экрандары көбі жалпы сапалы, жақсы болып келеді. Бұл жерде шатаспасам, Sharp'тың IPS дисплейі орнатылған. Цветопередача дейді. Мына дисплейінің сапасы өте жоғары болады. Өзінің бағасына тұрарлық, өте жақсы смартфон. Жалпы бұл смартфон Xiaomi'дің өздерінің конкуренттері бар. Note 4 деген сияқты, Note 3, Redmi линейкасындағы. Сол смартфондардан енді производительность дейді, жаңағыдай процессордың күштілігі жағынан мүмкін ұтылатын шығар, бірақ сапа жағынан жақсы деп есептеймін өзім. Егер жаңағыдай ауыр ойын ойнамайтын болсаңыздар, өте жақсы смартфон. Мінекей қысқаша айта кететін болсам осы. Назар қойып көргендеріңіз үшін көп рахмет. Сау болыңыздар.